Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қатпарлы самса дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық 6% яблочный уксус қосамыз және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнға аз-астап суымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жарты сағатқа жауып қоямыз. Салмасына майдалап туралған тауық етін, майдалап туралған жуа, тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды бір келкі етіп жайып аламыз. Қамырымыз қатты жұқа болмауы керек. Бетіне ерітілген май жағамыз. Майды бір келкі етіп қолмен немесе кисточканың көмегімен жауға болады. Видеодағыдай бүктеп, әр қабатына май жағамыз. Пакетке салып, мұздатқышқа 20 минутқа қоямыз. Қамырды бірдей бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жайып, салмасын саламыз. Самсаны өздеріңіздің қалауыңызша түйсеңіздер болады. Мен шетін өріп жасадым және үшбұрышты етіп стандартты самса жасадым. Бетіне жұмыртқа жағып, кунжут себеміз. «180 градусқа қызып тұрған пешке 30 минутқа саламыз. Достар, дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өте дәмді және қытырлақ самса әрқашан сіздердің дастархандарыңыздан табылатын болады. Ас болсын!